Тағы бір жыл артта қалды. Уақыт үнсіз өтті. Біз кейде оны сезбейді қаламыз, ал уақыт бізді ешқашан күтпейді. Кеше ғана басталған жыл бүгін естелікке айналды. Өткен күндер қайта оралмайды, өткен сәттер қайта қайталанбайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: екі нығмет бар, көп адам оның қадірін білмейді: денсаулық және бос уақыт. Шынында да, адам денсаулығы барда оның қадірін ұмытады, уақыты барда оны босқа өткізіп алады. Ал ол кеткенде ғана өкініш пайда болады. Бір жыл, сол уақыттың бір бөлігі еді. Ол енді қайтып келмейді. Кеше өткен, бүгін амал, ертең жауап. Әр адам бір сәтке өз-өзімен оңаша қалсын. Өткен жылда не істедік? Қандай жақсы амал жасадық? Қандай қателікке жол бердік? Айтылған сөздер, жасалған істер, кейінге қалдырылған мүмкіндіктер. Бәрі де уақытпен бірге өтті. Уақыт бізді күтпейді. Ол тоқтамайды. Ол тек өтіп барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы айтты: адам баласы қиямет күні 4 нәрсе туралы сұралмайынша орнынан қозғала алмайды. Соның бірі өмірін қайда өткізгені. Бұл хадис әрбір мұсылманға үлкен ескерту. Өмір жай ғана күндер емес, өмір аманат. Жаңа жыл, жаңа мүмкіндік, бірақ ол өзі келіп жақсылық әкелмейді. Жақсылық адамның өзінен басталады. Жақсы жыл дұрыс ниеттен басталады. Дұрыс ниет таза жүректен туады. Ал жүрек түзелсе, амал да түзеледі. Бүгін бір қадам жасасақ, ертең бір әдет өзгереді. Ал бір әдет өзгерсе, бір өмір өзгереді. Бұл жаңа жылды уақытты қадірлеумен, тілді сақтаумен, жүректі тазартумен, дұрыс ниетпен бастайық. Алла бізге берілген әр сәтті пайдалы амалға айналдыруды, уақытты босқа өткізбей, сауапқа толтыруды нәсіп етсін. Жаңа жылымыз берекелі болсын, ниетіміз түзу болсын, амалымыз қабыл болсын. Әмин.